Жамбылда алғаш рет біз біргеміз челленджін атақты тұлғалар бастады. Алғашқылардың бірі болып спорт майталманы Бейбіт Ыстыбаев президент бастамасын қоштауды жөн көрген. Әлем барысы еліміз үшін осынау қиын қыстау уақытта қол қусырып отыра алмағанын айтады. Осында қиындық болғаннан кейін үйде отырамадық. Енді тек қана жалпы Жамбыл облысының атқамінер азаматтары бар, ағаларымыз бар. Бәрі осы біз біргеміз акциясын қолдап, үйсіп ат салысып, осы кезде бірлігімізді көрсетіп, әр қазақ менің жалғызым дегендей, сол бірімізге көмектесек деген ой туындап, бір шетінен жастарға да, үлкен ағаларымызға да үлгі болсақ па деп осындай істер істеп отырмыз. Қазақ күресінің шебері осы дәрежеге жетуіме халық себепкер болды дейді. Сондықтан сын сағатта әлеуметтің осал топтарына қарайласуды парызы санайды. Бүгін 100 мұқтаж отбасыға азық-түлік пен қажетті заттарды арнайы алған. Сонымен қатар қазіргі уақытта табылуы қиын болып тұрған медициналық бетперде мен тазалық заттарын да қамтыған. Бүгінде өңірдің спорт саласында қызмет етіп жатқан Бейбіт Ыстыбаев ізгі істе бірігуді барша қауымға жолдайды. Соның ішінде өңірдің басшылары мен кәсіпкерлерге осы челленджді жалғастыруға шақырды. Құрметті жерлестер, құрметті Жамбыл облысының атқамінер азаматтары, құрметті кәсіпкерлер, баршаңызды біз біргеміз акциясын қолдауға, мұқтаж жандарға көмектесуге баршаңызды шақырамын. Ол кәсіпкерлердің арасында Бақ Индустриал компаниясының ұжымдарына осы челлендж жолдаймын. Бір жағадан бас, бір жегінен қол шығарып, осындай елімізге осындай жаман індет туып тұрған кезде баршамыз бірігіп, көмектесіп, баршамыз атсалысайық. Қалыспаңыздар, бірге екеніміз көрсетейік, құрметті ағайындар. Президенттің біз біргеміз деген бастамасы осылайша Жамбылда жалғасты. Өңірлік жастардың бұдан бұрын да игілікті істе жүргені белгілі. Ал ендігі кезек Атымтай жомарттардың жалғасы болған ел ағалары мен билік басшыларында болса керек. Біз біргеміз. Мерей Ержан Ерболатов, Тараз 24.